Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Хал жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Урок у нас 42. Шаги к умению. В здоровом теле здоровый дух. Критерий оценивания. Бүгінгі біз нені өтеміз? Соны айтып кетейік. Бүгін біз алдындағы тақырыптарымызды жалғастырып, етістіктер қандай шақта тұр, қандай предлогтар қолданылған, соларды жалғастыратын боламыз. Ал енді упражнение первое, сравни, салыстыр. Что общего у Даны и кошки? Чем они отличаются? Объясни. Мынау Дана, мынау кошка мысық. Қандай айырмашылық байқап тұрсыздар? У кошки свое тело, она животное, у человека свое тело. Яғни, екеуінің әркімнің өзінің денесі, 4 аяқты, құйрығы бар, басы бар, 2 көзі бар, және жүні бар. Ал адамда 2 қол, 2 аяқ, 1 бас, 2 көз, жылтыр тері. Яғни олардың басы біреу, 2 көзі барлығы ұқсайды. Яғни бірақ адам тік жүреді, мысық 4 аяқтап жүреді. Сондай айырмашылықтары бар. Ары қарай. Состав предложения, сөйлем құра. Какие угощения приготовили Санат и Әсел для бабушки? Запиши в предложение в тетрадь. Подчеркни предлоги. Балалар, Санат пен Әсел әжесіне қандай тамақтар пісіріп қойды? Соларды дәптерге жаз дейді. Предлогтарды қолданып жазуымыз керек. Және астын сызуымыз қажет. Яғни, Санат приготовил баурсаки с медом. Бауырсақпен мед дайындап қойып деді. Бауырсақты тәттіге салып, оны жеу үшін дайындаған екен. Ары қарай. Әсел приготовила чай с молоком. Сүтпен шай дайындап қойған екен Әсел. Енді содан кейін тағы не жасауға? Они приготовили из творога құрт. Творогтан құрт жасап қойды деп жаздық. Балалар, бұл жерде бізде предлогтар табайықшы. Бұл жерде предлогтар Санат приготовил баурсаки с медом. С деген предлог. С молоком. Из творога. Из дегендер бұлар предлогтар. Яғни медпен, сүтпен, творогтан деген қасында біз қазақ тілінде жалғау болып келетіндер орыс тілінде алдына түсіп предлог ретінде жазылады. Және предлогтар барлық уақытта бөлек жазылады екен, балалар. Түсінсек, келесі жаттығуға өтейік. Ал енді опиши картинку дейді. Суреттік, мына жердегі фотодағы суреттегі адамдардың іс-қимылдарын, кім не істеп жатқандығын туралы біз сөйлемдер құрауымыз қажет. Яғни зимние забавы детей. Яғни ал енді қарайық. Айсұлу учит Ернура кататься на коньках. Но Айсұлу Ернұрды коньки теуіп үйретіп жүр. Қайрат катается на лыжах. Но қате кетіп қапты балар. Лыжах. Ол Қайрат шаңғы теуіп жүр. Ержан катается на санках. Ержан шана теуіп жүр. Енді балалар, қарайықшы. Оқушылар,
Айсулу бұл имя существительное. Учит – это глагол, бұл етістік. Кайрат – имя существительное. Катается – это глагол. Ержан – имя существительное. Катается – бұл глагол. Түсіндік пе, балалар? Ал енді ары қарай. Келесі жаттығу. Подумай, ойлан. Назови верных помощников человека. Адамның ең негізгі көмекшілерін айтыңызшы дейді. Запиши их по порядку в тетрадь. Придумай к ним прилагательное. Яғни, оларды дәптерге рет-ретімен жазып, оларға прилагательное, яғни сын есімдерді қосып жазуымыз қажет. Балалар, прилагательное на какой вопрос отвечает? Прилагательное отвечает на вопрос какой, какая, какое. Яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Вкусная еда. Тәтті тамақ адамға серіп. Одан кейін. Красивые растения. Одан кейін. Веселая музыка. Веселая музыка. Интересная книга. Қызықты кітап. Және погода. Переменчивая погода. Негізі погоданың, яғни әртүрлі жаңбыр жауса да, қар жауса да, о адамға көңілге сыйлайды деп өзім ойлаймын. Балалар, түсінсек, яғни еда существительное, вкусная. Какая еда? Вкусная еда. Вкусная прилагательное. Какая деген сұраққа жауап беріп тұр. Растения, өсімдіктер. Красивые растения. Это множественное числода тұрған прилагательное, көпшеде тұрған. Какая музыка? Веселая музыка. Какая книга? Интересная книга. Переменчивая погода. Какая погода? Переменчивая. Яғни вкусная, красивая, веселая, интересная, переменчивая. Бұлардың барлығы имя прилагательные. Еда, растение, музыка, книга, погода. Что деген сұрақтарға жауап беріп отырып, олар имя существительное. Келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 5. Расскажи. Рассмотри интерактивную картину и опиши, что делал Санат вчера, что будет делать завтра. Как глаголы какого времени ты использовал? Покажи. Балалар, мына жерде суреттер көрсетілген. Оқушылар. Енді Санат кеше не істеді, және ертең не істейді? Сол туралы жазуымыз қажет. Яғни он біріншіден Кайрат кеше, вчера он чистил зубы. Ал бүгін, а завтра будет чистить ертең ол тісін жуады. Яғни енді балалар кеше тісін тазалады, ертең тісін тазалайды. Яғни мынау глагол прошедшего времени, а мынау будет чистить. Глаголы будущего
времени. Енді мына жердегі спал ұйықтады, және будет спать ұйықтайды. Ары қарай. Кушал жеді, будет кушать. Тамақ жейді. Енді мектепке барды. Пошел в школу, мектепке барды. Пойдет в школу. Ары қарай. Мына кейінгі сұрақ. Учил уроки, сабақ оқыды. Будет учить уроки. Одан кейін. Играл шахматы. Шахмат ойнады. Будет играть шахматы. Будет играть шахмат. Одан кейін. Мына соңғы суретке мына жерге жазам. Спал ұйықтады. Будет спать ұйықтайды. Деп біз екі түрлі вариантты жазып шықтық. Яғни ол кеше не істеді, және ол ертең не істейді. Екеуінде глаголдар өзгеріп тұр. Түсіндік пе? Қарап шықтық па, балалар? Тамақ жеді, тамақ жейді. Бұлардың барлығы кушал, пошел, играл, учил, спал. Глаголы прошедшего времени: будет спать, будет кушать, пойдет, будет играть, будет учить, будет спать. Бұлардың барлығы глаголы будущего времени. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.